Баршаңызға сәлем достар. Бір жылда 12 ай болса, адамда 12 мүше бар. Уақыт көшінің бір жылы 365 күннен тұрса, Қытай емшілерінің айтуынша, адамда да соншалықты буын бар. Оның бәрі адамның табиғатпен тығыз байланысты екендігін анықтайды. Назарларыңызға адам ағзасына қатысты қызықты деректерді ұсынамыз. Достар, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асып түседі. Бір күн ішінде адам миы жер бетіндегі барлық телефондардан көп электрлік импульстарды тудырады. Адам миында секундына 100 мыңға жуық химиялық реакциялар жүріп жатады. Сіздің бас сүйегіңіз 29 шақты әртүрлі сүйектерден құралған. Түшкірген кезде ағзадағы барлық функциялар тоқтайды. Тіпті жүрек соғысы да тежеліп қалады. Ашық көзбен түшкіру мүмкін емес. Байқап көріңіз. Жүйке импульсы сағатына 274 км жылдамдықпен беріледі. Адам ыстық не суықты қолымен сезгенде бірден қолын тартып алатыны сондықтан. Оңақай адамдар солақайларға қарағанда 9 жылдай артық өмір сүреді. Оңақай адамдар тағамды оң жағымен шайнаса, ал солақай керісінше басым бөлігін сол жағымен шайнайды екен. Жыл сайын оңақай адамдарға арналған механизмдерді пайдалану арқасында 2000-ға жуық солақай көз жұмады. Әлемдегі барлық адамдардың тек 7% ғана солақайлар. Саусақ тырнақтары аяқтыкіне қарағанда 4 есе жылдам өседі. Тырнақтың жылдам өсуі тұқым қуалайды. Бала туғанда ағзасында 300-ге жуық сүйек болса, ал ересек жасқа келген кезде сүйек саны 206-ға дейін азаяды. 7 айға дейінгі бала бір уақытта тамақты жұтып та, дем алады. Балалар көктемде тезірек өседі. Көктемде толыққанды тамақтану керек екенін енді ұқтыңыз ба? Балалар тізе тостаған жассыз дүниеге келеді. Ол тек 2-6 жас аралығында қалыптасады. Әйелдердің жүрегі ерлерге қарағанда жиірек соғады. Адам жүрегінің көлемі оның жұдырығымен тең болады. Ересек адам жүрек салмағы шамамен 220-260 граммға тең. Адам жүрегі өмір бойы 182 тонна қан айдап үлгереді. Қанды 4 қабатты үйдің деңгейіне дейін көтеретін қысым тудырады. Адам денесіндегі 80% жылу бас арқылы сыртқа кетіп қалады. Сондықтан салқын күндері бас киім міндетті түрде кию керек. Сары шашты адамдарда сақал-мұрт қараларға қарағанда жылдам өседі. Көктемгі уақытта адамдардың тыныс алу жиілігі күзгімен салыстырғанда 3-1-ге көбірек. Біздің көзіміз туғаннан бірдей көлемде болады, ал мұрнымыз бен құлағымыз өмір бойы өседі. Ерін саусақ ұшынан 100-деген есе сезімтал болып келеді. Адам ағзасындағы ең күшті бұлшықет бұл тіл. Құлағын қозғалта алатын адамдардың тек 3-1 бөлігі ғана тек бір құлағын жылжыта алады. Есінеген кезде адам құлағы бірнеше секундқа саңырау болады. Адам өмір бойы 8 кіші өрмекшіні жұтып қояды екен. Адамның өмір бойы өсетін шашының жалпы ұзындығы орташа есеппен алғанда 725 километрге тең болады. Өмір бойы адам терісі орташа 1000 рет ауысып жаңарады. Күніне бір қорап шылым шегетін адам жарты жылда жарты табақша смоланы зәрімен шығарады. Ағзамызда шамамен 2000-дай дәм сезу рецепторлары бар. 60 жаста көпшілік адамдар өздерінің дәм сезу рецепторларының тең жартысына жуығын жоғалтады. Адам күлгенде 17 бұлшықетті пайдаланады. Ал мұңайғанда 43 бұлшықет жұмыс істеп бет пішінін өзгертеді. Адамға ұйқыға кету үшін орташа 7 минут керек. Ұйқы кезінде адам теледидар көргеннен қарағанда көбірек калория жұмсайды. Тіс ағзадағы қалпына келе алмайтын жалғыз дене бөлігі. Ағзадағы барлық кальцийдің 99% тісте орналасқан. Тіс эмалі адам ағзасы жасаған ең қатты зат. Ағзамызда өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 килограммға тең. Тек 1% бактериялар ғана ауру тудырады. Адам аузында шамамен 40 мың бактерия өмір сүреді. 4 жастағы бала күніне орташа есеппен 450-ге жуық сұрақ қояды. Ал адам 24 сағатта орташа алғанда 4800 сөз сөйлейді. Ұрық өзінің 3 айында саусақ іздеріне ие болады. Әр адамға ғана тиесілі саусақ іздері адамдардан басқа коалаларда да бар. Сау адам аштыққа қарағанда ұйқысыздықтан жылдам өледі. 10 күн ұйқысыз жүрген адам өлімге душар болса, ал аштықтан тек бірнеше аптадан кейін ғана өледі. Қатты шөлдеу барлық денедегі 1% суды жоғалтқанда пайда болады. 5%-дан артық жоғалтса, есінен танады, ал 10% суды жоғалту өлімге алып келеді. Адам ағзасындағы қан тамырлардың жалпы ұзындығы 100 000 километрге тең. Адам денесіндегі қан тамыр болмайтын жалғыз ағза ол көздің қасаң қабығы. Ол оттегіні тікелей сыртқы ортадан алады. Көз қозғалтқыш бұлшықеттер күніне 100 000 рет қозғалады.
Көк көзді адамдар басқаларға қарағанда ауруға сезімтал келеді. Ұяттан қызарған кезде сіздің асқазаныңыз да бірге қызарады. Достар, видео пайдалы болса төменге пікір қалдырыңыз, каналға жазылуды ұмытпаңыз.